Қыздар денсаулық туралы тағы да айтқым келеді. Қараңыздар. Осыдан бір ай ма, 2 ай бұрын ба Баян Мақсатқызы не деді? Мен жаңағы маған хейтерлардың, которые үйлерінде бауырсақ жеп, шайларын ішіп отырған хейтер әйелдердің сөздері маған маңызды емес деді. Бұл сөзбен көбісі тікелей қабылдады да. Яғни бауырсақ жегенде тұрған не бар екен деген сияқты сөзді айтып, қазір мен кішкене ұзақтан денсаулық туралыға келем. На самом деле Баян Мақсатқызының айтқысы келгені, то есть который адамдар, әйелдер, который өзін уважать етпейтін, маған не туралы әңгіме айтады деген сөзді айтты. Неге? Өйткені ренжімеңіздер, қатты айтамын, тағы да қатты айтамын. Я хочу сіздердің өздерің, я хочу болғанда мен сіздерге себепкер болғым келеді. Ол Алланың қалауы, себепкер болғым келеді. Осы жерге сіздердің келулеріңіздің өздеріңіз, біреуіңіз денсаулығыңыз үшін келдіңіз, біреуіңіздің күйеуіңіздің измена үшін келдіңіз, біреуіңіз табыс таба алмай жатқаны үшін келдіңіз, Каждый өзінің болын естіп келді. Мысалы, кеше алдыңғы күндері измена туралы сөйлестік, бүгін денсаулық туралы айтайық енді, Сондықтан мен сіздерге қатты айтамын, бірақ та шындықты айтайын, Қараңыздар. Күнделікті 10 кесе сүт пен шай, үстіне каждый кесесіне қант салып ішіп отырған әйел, ол өзін өзі жақсы көретін, сыйлайтын әйел емес. Автоматты түрде уже өздеріңіз сыйламайсыздар. То есть сіз телаңызды сыйлап тұрған жоқ, сіз күнделікті телаңызға даже бір қасық емес, даже жарты қасық уже қант беріп жатсыз ба? Сіз өзіңіздің телаңызды бүйтіп өмірге бүйтіп жібере салдыңыз. Что будет, то будет, маған бәрібір. Сіз уже өзіңізді уважать етпей отырған адамсыз. Мен тоже мысалы бауырсақ жемеңіздер деп айтпаймын. Бірақ та есть люди, которые күнделікті өкіртіп жаңағы ақнан, оның үстіне май, одан кейін қантпенен, күнделікті каждый столда отырған кезде 3 кеседен ең аз чай ішкенде ең аз бір қасықтан, салғанда 3 рет тамақ ішетін болса, 3 реттен 9 қасық қант жейтін адам, то есть уже денсаулығын өз қолмен өзі бітіріп жатқан адам. Он менен қант білесіздер, белый яд, все. Мен психолог ретінде емес, қазір сіздерге просто вообще өзіңіз любой жерден қараңыз, өзіңіз қараңыз, Google-дан қараңыз, GPT-дан сұраңыз, бәрінен сұраңыз, Это белый яд. Қазір бұрынғы кезде біздің ата-аналарымыз үйтпеген деп әңгіме айтпаңыздар. Неге? Өйткені бұрынғы заман мүлдем басқа. Бұрынғы заманда адамдар физически көп әрекет еткен. Негізі қант емес, ұнды айтайын, аппақ ұн да, ол адамға энергия береді. Углевод энергия береді. Бұрынғы кезде оның бәрі трат етілген, яғни қолданылған. Бізде мына телоларыңызға қараңыздаршы, өзіңіздің весіңіз қанша, сіз одан қанша есе артықсыз. Қанша вес қосып алдыңыз? Оның бәрі не? Сіз физически әрекет етпейсіз. Бұрынғы біздің апаларымыз отты да өзі жағатын, көмірді де өзі кіргізетін, поляда барып 40 сағат жасайтын, одан кейін сиырын сауатын, одан кейін кірін қолмен жуатын, одан кейін балаларын бәрін жатқызатын, балаларын бәрін жуындыратын. Осының бәрі энергетически еще түнде күйеуімен кездесіп үлгеретін. Осының бәрін жасайтын. Олардың жеп отқан тамағы, аузымен жеп отырған тамағы энергиясымен шығып кететін. И ол кездің өзінде де біздің апаларымыз дені сау болды, мықты болды деп айтпай қойыңыздар. Көбісінің апалары 60 жастағы, қазіргі 50 жастағы өзін күтіп жүрген әйелдерді қараңыз, қыз сияқты, Ол кездегі апалар 60 жаста уже қазіргі 90 жас сияқты өмір сүретін. Сондықтан біздің кезде бірдеңке біздің апаларымыз үйткен жоқ қой, сіз қазір бізге өзіңіздің курсыңызды сатайын деп деген сияқты сөздерді айтпаңыздар, хорошо? Қазіргі күнде сіздер энергия көп тратить етпейсіздер. Қазіргі күнде стиральная машина бар. Қазіргі күнде көптеріңіз от жақпайсыздар. Қазіргі күнде білмеймін жаңағы тағы да не, үтіктеген жеңіл, бұрынғы сияқты бір рет емес 180 рет үтіктеп тұратындай, Парменен қазір бір үтіктеп шықсаң, уже все. То есть не айтқым келіп тұр, энергияларыңызды бұрынғыдай құртпайсыздар. Даже тамақты жылыту үшін бұрын қазанның астына от жағып, сол оттың үстіне тамақты жылытатын. Қазіргі күнде сіз микроволновкаға сала да мелочи айтатын болсақ. И сіздер қазіргі күнде ол ана жеген ақ ұндарыңыз бүткіл телаңызға жиналып жатырған артық токсиндер. Қант артық сіздің өміріңіздегі токсиндер. Бұл не? Сіз соны біліп тұрып өзіңізді улап жатырсыздар. А неге сіздер оны жасап жатсыздар? Потому что сіздерде өзіңізге деген махаббат жоқ. Өзіңізге деген махаббат не? Опять самоценность, құндылық пен самооценка. Сіз өзіңіздің телаңызды естімейсіз, сіз өзіңіздің бүгінгі қалауларыңызды естімейсіз. Сіз мүлдем өзіңізді естімейсіз ғой? А көптері стрессте жүрген әйелдер. И когда стресстің көп адамның байқамайды, сіздер тамақты не үшін өкіртіп жеп отырмын деп ойлайсыздар, Адамға қарнының ашқан кезінде ғана жеген тамақ жеткілікті болып жатады. Негізі. Бірақ та өкіртіп тамақ жейміз. Бұл не? Бұл біз стрессті басқаша шығара алмаймыз. Ал стресс бізге қайдан келіп жатыр? Сіз сұрақ қойдыңыз ба? Стресс қайдан келіп жатыр негізі? Сіз күнделікті қалауыңызды жасағыңыз келгенде жасамағаннан, жаңа жоғарыда жазып кеттім ғой, керек емес затты контроль жасағаннан, одан кейін жоқ жерде бірдемкен катастрофа жасағаныңыздан, ана кредиттарыңыз барыңыз, как будто білмеймін өміріңізде 40 Құдай өзі кешірсін, Құдай өзі сақтасын, как будто білмеймін бүткіл туған туыстарыңыз қырылып қалған сияқты кредитқа катастрофа жасайсыздар. Құдай өзі сақтасын, Алла ондайдан сақтасын. Бірақ көптеріңіз сол ойбай, кредитін төлеймін, кредит, каждый комментарийға кірсең кредиттарын зарлап отырады, каждый бірдеңкеге қарасаң кредиттарын зарлап отырады, как будто өзі соларда ғана. Вот осының бәрінен өздеріңіз стресс жасайсыздар, одан кейін ол стрессті қалай шығаратындарыңызды білмейсіздер, одан кейін оны аласыздар да тамақпенен заедать етесіздер. Вот, пожалуйста, тамақ неге көп жейсіздер? Тамақ тікелей стресспен бірге, тікелей сіздерге стресс өз-өзімен сіздің денсаулығыңызға зиян болады. Тамақты еще стресс үшін жейсіздер, ол тағы да зиян болады. Компульсивное переедание, білмейсіздер, ана 3 манты жегеннің орнына 44 манты жеп аласыздар. Бір нан жегеннің орнына 5 кусок нан үстіне май жағып, еще оның варенье жағып, ой, рахатай. Еще қантпен чаймен ішіп аласыздар. О, рахатай, не деген күшті өмір. Содан кейін жатасыздар, почкам, печенінде уже 30 жаста ана жерлеріңізде жүрмейді, мына жерлеріңізде жүрмейді. Женскийіңізден да ауру, басқа жағында өтіңіз, көтіңіз бәрі ауырып отырасыздар. Дұрыс па? Я была в шоке, ханымдар, мен самооценка туралы, ішкі опора туралы, басқа бірдеңке туралы реклама емес, именно менің денсаулық туралы реклама қалай жүргенін көрсеңіздер, пожалуйста, TikToктан келгендер ашыңыздар да қайтадан көріңіздер сол рекламамды. Это я была в шоке. Жанында тұрған 2000 охват алған кезде, анау 100 000 охват алды. Это о чем говорит? О том, что сіздер денсаулықтарыңызды өздеріңіз өшіріп жатсыздар да.
Потому что психологически мына психикаларыңыз дұрыс емес. Стресс көп. Неге стресс көп? Потому что өзіңіздің ішіңізде жаңағы айтқандай қатал ата-ана рөлі бар. Өзіңізді басқамен салыстырасыз. Ана тиктокта ашып аласыз да, ой, ана Дамиля сияқты емеспін, ана Айгүл сияқты емеспін, ана Рет Айдана сияқты күшті емеспін, мынау сияқты күшті емеспін, Роза коуч сияқты мықты емеспін, мен сорлымын, бұлардың бәрі керемет болып жатыр, менде де сол инстаграм бар, бірақ мен жасай алмай жатқан албасты сорлымын деп өз-өздеріңізді қатал ата-ана рөлдеріңізді қосасыздар, одан сайын дальше жетесіздер, стресс жасайсыздар. Одан кейін не? Жаңағы айтқандай болмаған бірдеңке заттарды катастрофа жасайсыздар. Ойбай, менің үйім ремонт жасалып бітпеді осы жылы. Ойбай, терезем, екі терезем әлі қалып қалды, сол ремонт жасалынбай, сол енді не болды деп. Жоқ жерде катастрофа жасайсыздар, как будто терезелеріңіз ашық тұр, қыста ішіне қар кіріп толып қалатын сияқты. Осының бәрі не істейді? Осының бәрі сіздерді стресстеріңіз көбейткен сайын, ол сіздердің міндетті түрде ол кортизолдарыңызды арттырады, ол сіздерді ауруға апаратын тікелей жол. Стресс көп жерде, тағы да айтамын, стресс көп жерде сіз ол стрессті өз-өзіңізге баса бересіз. Мысалы, Әсел ханым, менің қызым стресс болып, что-то ашулы болып кетті. Неге? Потому что ол сіздің қызыңыз. Ол сіздің қызыңыз, ол сіздің тәрбиеңізді алды. Сіз үйреттіңіз оған соның бәрін. Өзіңізді кінәлап керек емес. Ол айдаладан алған жоқ. Сіздің күнделікті сен жақсы болуың керек, сен анандай бол, сен бірдеңке ойнатуың керек, сен байға шығуың керек. Байға неге шықпай жүрсің? Біреумен шығып кетсе жат келген жоқсың ба? Өйткен жоқ. Ана өздеріңіздің бүткіл үрей, қорқыныш, анау, мынау барлығын аласыздар да, ана қыздарыңыз бен ұлдарыңызға бересіздер. Потом олар ашулы болса шынданасыздар. Ол стрессте жүрсе, менің қызым неге сондай ашулы? Ойбай. Да потому что сенің тәрбиеңді алды. Бұл мен не айтқым келіп тұр? Ханымдар, сіздер өздеріңізбен бүгін психически, ішкі өздеріңіздің халдеріңізбен бүгін жұмыс істемейтін болсаңыздар, сіздер анасыздар ма? Сіздер уже қанша балаңыз бар? Сіз тек қана өзіңіз стрессте жүрмейсіз, айналаңызда жүрген 4-5 адамға жаясыз. 4 балаңыз бар ма? 4 балаңызға. Потому что бала автоматты түрде анадан алады. Еще сіздер мұғалім болсаңыздар, ертең ана мектепте балаларға айқайлап ұрсып, оларға жарайды. Потому что сізден тәрбие алады ғой олар. Ойбай, біз қазіргі жастар не болып кетті? Олар кімнен алыпты тәрбиені, жандарым-ау? Кімнен алыпты тәрбиені? Вот и все. Олар не телефонда отыр, потому что нормальный өмір бақыт емес оларға. Неге ол телефонның ішінде басқа өмірді қарайды? Потому что нормальный өмірі үйінде бақытсыздықты көреді, анасының өзі шаршап, өліп, ана барлық затты стресс жасап жүргені. Әкесінің ол өз-өзіменен қуып измена жасап, қуып өз-өзіменен жүргені, еще келіп анасын соққанын көреді. Оған, конечно, бақыт керек. Сосын телефонның ішіне кіріп кетеді, ойынның ішіне кіріп кетеді. Егер оны айналасында оны тыңдайтын, еститін, шынымен өзін сыйлай білетін мамасын көрген кезде, не ойлай баласы айдалаға түспейді. Бала не дейді ана, яблоко от яблони недалеко падает дейді. То есть бала керемет ата-ана болып, одан жаман бала шықпайды, сразу айтайын, керемет ата-ана болып жаман бала шықпайды. Сіздер ол кереметтілікті ақшамен мертет керек емес, білімді болғандарыңызбен мертет керек емес. Потому что есть люди білімді, бірақ та тиран, нарцисстар, ішкі халдері дұрыс еместер. Понимаете? Бірақ та күшті жерде директор болып отыр, күшті үй салып алған. Осы байлардың балаларына не жетіспейді деген сөзді айтамыз оларға еще. Да оларға да көп зат жетіспейді. Потому что ана бай болып отырған әке шешесі сол ішіндегі стресспенен ана жақта бастығына шығара алмай, жұмысына келіп баласына шығарады. Сен деген дұрыс болуың керек, мен сен үшін үй алып бердім, мен сен үшін сен сияқты елдердің бәрі бірдемке унижать етіп, ананы критиковать етіп, содан кейін бала барады наркоман болады, бала барады ішеді, бала барады ойын құмар болады, бала барады қатын құмар болады, жынданады әке шешесінің ақшасын қолданады. Вот и все. Пожалуйста, басқа артық ешқайда кетіп керек емес. Өзіңізді жақсы көретін әйелсіз ба? Ішкі халіңіз дұрыс әйелсіз ба? Сіз уже ақырындап денсаулығыңызды да, телаңызды тыңдай бастайсыз. Білмеймін, мен осы қазір жеп жатқан тамағым, мен я себя люблю, я себя люблю деген, ол тек миыңыздағы ойыңыз ғана емес. Ол жерде автоматты сіз телаңыз қосылады. Так, сағат 10 болды, мен жатуым керек. Мен өзімді сыйлаймын, мен картигім келмейді, мен телам картиген қаламаймын. Так, мен балаларымның артық границасына кірмеймін. Күйеуімнің артық мазасын алмаймын, контроль жасамаймын. Егер ол кететін күйеу болса, ол кетеді. Алла тағала егер ол мені кетірейін деп тұрса, ол кетеді. Бірақ мен қазір контроль жасап, телефонын қарап, мынау кім, мынау қандай қызға не үшін лайк бассын, сен не үшін лайк басып отырсың деп сол жерде стресс шығарасыздар өзіңізге, күйеуіңізге, екеуіңіз ұрысқан кезде ана қастарыңызда отырған балаңызға, бәріңізге. Вот и все. Барлығы ішкі халден басталады. Потому что сіздер түбінде өздеріңіздің телаңызды естімейсіздер, стрессқа толып кеткен бәрі, содан тамақ жейсіздер неше түрлі, заедать етіп, одан кейін стресстарыңызды көбейтіп, кортизолыңызды арттырасыздар. Өйткені өзіңізді сыйламайсыз, өйткені самооценкаңыз жоқ, өз құндылығыңызды білмейсіз, өзіңізді бірінші орынға қойып тұрған жоқсыз. Болды, сіз ана я әрпінің жанында тұрсыз, А, Б, В, Г, Д дегенде ана алфавиттің я әрпі бар ғой, сол жерде тұрсыз. Сіздің өміріңіз, сіздің алфавит, бірақ та сіз сол жерде я әрпінде тұрсыз. Болды, соның жанында сіздің орныңыз. Ну, так бақытты боламын деп ойламай қойыңыздар. Олай өмір сүремін деп бақытты боламын деп ойламай қойыңыздар. Сіздің денсаулық па? Ішкі халіңізге байланысты. Сіздің күйеуіңізбен отношения ма? Ішкі халіңізге байланысты. Сіздің ақшамен неңіз бар ма? Ішкі халіңізге байланысты. А бұның бәрін жасамайсыздар ма? Ішкі халіңізбен, ертең соның бәрі 10 есе шығады сізден. Сіз міндетті түрде ол үшін құн төлейсіз. Ұмытпаңыз. Міндетті түрде. Қазір сіздер 35 мыңға марафон квестті алуға ойланып отырсыздар ғой, көптеріңіз жаңа ойланып отырмын дегенді бастыңыздар, иә? Ойланып отырсыздар ғой. Сіздер ол үшін ақша шығарасыздар ертең. Сіздер ертең бір ауру болған кезде больницаға барыңыздар, бір врачқа. Ол сіздің бүткіл телаңызды емес, ол сіздің бір жүрегіңізді көрсетуге барасыз. Ойбай, жүрегім деген қағып жатыр, көтім деген соғып жатыр деп. Гинекологқа барасыздар, иә? Каждый барғандарыңыз 10 мың теңге. Олардың жазып берген дәрілері сізге аптекаға кіруге қорқасыздар. Байқайсыздар ма? Аптекаға кіруге қорқатын заман болды қазір. Неге? Өйткені кірген кезде как минимум қалдаңдар. Как минимум 7 мың теңге ақша болу керек. Онсыз сен ол жерде мен операция жасадым январда. Аллаға шүкір, енді 300 мың теңгеге операция жасадым сол кезде. Шүкір дегенім операция жасағаным емес. Сол кезде мысалы бар болды менде ақша, жасаттым. 300 мың теңге ақша кетті. Түсінесіздер ма? 300 мың теңге. Вот, пожалуйста. Содан кейін мен вообще өзімнің телома тоже, мен психолог болып жүріп, мен өзім түсіне бастадым да.
Где я что не так делала? Мен бірінші психологически өзімнің психикама кеттім да. Не істемедім мен, нені дұрыс істемедім? Чтобы мен, а сіз прикиньте, бір күн жүрегіңіз ауырды, бір күн аяғыңыз варикоз болды, бір күн гинекологический ауру, каждыйына сіз 10 есе ақша төлейсіз. Одан кейін күйеуіңізбенен ұрыс болады, ажырасып кетесіздер, стресс болады, тағы да бірдеңке болады. Одан тағы да ауырасыздар. Иә? Или там алкоголь аласыздар, қойшы құрсын жүрші, барып қыздармен шийтіп барып ішесіздер, может быть, араларыңызда бір-біріңіз білмейміз ғой. Стресспен, иә? Одан кейін жаңағы, опять же, ішкі халдеріңіз дұрыс болмағаннан проявляция ете алмайсыздар, сата алмайсыздар, ештеңке жасай алмайсыздар. Көздеріңіздің жанары өшіп қалған. 20 жастарыңызда 45 жастағы адам сияқты түрлеріңіз көптеріңіздің. Ренжімеңіздер. Сондай, бүткіл кожаңыз өліп қалған, қанша крем жағып атсаңыздар да. Потому что бәрі бір-бірімен связаны. Бұл система. Мен алдында мынандай сабақ естідім да. Сабақта айтады да. Сіз дейді, жаңағы, или шелекпенен су тасуға болады дейді, иә? Или жаңағы шланга, водопровод дейді ғой, сондай құруға болады дейді да. Сіз шелекпен каждый раз су тасып тұрсаңыз, өзіңіз ойлаңызшы, қанша энергияңыз кетеді, иә? Или жаңағы водопровод құру деген, сіз құрып қоясыз, ол өз-өзімен жұмыс істейді. И өмірлеріңізде де тура солай. Сіздер психикаңыз үшін ақша бермейсіз, дұрыс тамақтану үшін ақша салмайсыз. Столыңызға қараңызшы, не бар столыңызда? Лучше жарты помидор болсын столыңызда, чем бір дәу нан тұрғаннан гөрі. Сіздер соны жемейсіздер. Ойбай, құрсын кредитімді, терезем жасап алайын, бір жақсы телевизор алып алайық үйге. Ойбай, ананы алып алайық үйге. Пердені ауыстыру керек, ана постель, столдарыңызда ол сіздің автоматически ертең денсаулығыңызды құртатын заттар тұрады да. Конфет, қазір ең арзан конфет болды, білесіздер ме? Оның өзі қымбат жарайды. Оның ішінде де арзандары бар, өкіртіп столға конфетті қойып қоямыз ана. Бұрынғы 90-шы жылдардағы ми психикамыздағы ана аштықты көріп қалған конфет, не деуші дефицит болғанда қазір столымызға қойып қоямыз, өкіртіп же шіркін-ай, иә. Бір шайменен өкіртіп 4 шоколадты жеп алсаң, міне өмір ғой өмір. Дейміз, иә? Вот. Сол конфетті алғанның орнына кішкене зелень алып жесеңіздер, брокколи алып жесеңіздер мысалы, уже басқаша болады. А бұл сіздердің су тасу емес, а сіздердің денсаулығыңызға ертең ана больницаларға бармау үшін, поликлиникалардың очередьте тұрмау үшін бүгін сіз өзіңіз водопровод құруыңыз керек. Денсаулығыңызға, психикаңызды дұрыстауыңыз керек, стрессіңізді төмендетуіңіз керек. Ана асқазаныңызға баратын заттарды қарауыңыз керек, көруіңіз керек. Ненің сізге не зиян, ненің сізге пайдалы екенін. Мен сіздерге қазір осыны тыңдағандарға реально кәдімгідей информация беріп отырмын. Сондықтан соның ішінде біріншісі өзіңізге деген махаббат. Өзіңізге деген махаббаттан басталады. Өзіңізге деген махаббат, өзіңізді жақсы көріп бастағанда, ана я әрпінен сурет тұрған а әрпінің жанына алып келіп өзіңізді қойған кезде, сіз уже телаңызды да ести бастайсыз. Сіз уже ойыңызбен, психикаңызбен, телаңызбен, сезімдеріңізбен, эмоция бәрімен жұмыс істей бастайсыз. Вот сол кезде сіздің ана денсаулығыңыз да дұрыстала бастайды. Сіздің қарым-қатынасыңыз да дұрыстала бастайды. Сіз ел анау маған бүйтеді, ене маған сөйтеді, мынау маған қыздар келіп алады да сөйтіп әңгіме айтады ғой. Не болыпты десе деп айтасың ғой, бірақ та түсінесің, что ол енесінің сөзі емес, ол сөздер өзінің ішінде жатыр да. Өзінің ішінде ол енесі айтып керек емес оған. Енесі дура дегеннен бұрын ол өз-өзіне дура деп тастаған. Просто ол өз-өзіне признаваться етпейді. Енесі айтқан кезде оның жүрегін нетеді. Как будто енесі жаман болып тұрған сияқты. Сондықтан өздеріңізбен жұмыс істеңіздер. Тағы да айтамын, бүгін сіздер марафон квестқа ойланып отырсыздар, иә, 35 000 теңге. Мен сіздерге 100% айтамын, ол болатын жағдай, мен сіздерге қарғы ұстап, Құдай сақтасын, ондайым жоқ. Просто сіздер біреуіңіз уже 30 жаста келіп, денсаулық дегенді басып осыған келіп кіріп отырып, әлі ойланып отырсаңыздар, егер түк жасамауға шешім қабылдасаңыздар өзіңіздің ішкі халіңізбен, ол өз-өзінен лучше не станет. Это просто жаңағы бар ғой, причинно-следственной связи дейді. Ол уже белгілі жағдайда сіз бүгін мына жерде ойланасыз, ертең Мақпал Қаратайдың сабағында ойланасыз, бір күн Құралайдың сабағында, 5-ші күні Айдан Ареттің бәрін сабағына ақша бермеу үшін ойланасыз, ақшаңызды бірінші орынға қоясыз. А біздің ана ақша всегда А әрпінің жанында ақша тұрады бізде. Біз өзіміз А әрпінің жанында тұрсақ, А әрпі ақша сол жерде тұрады. И сол үшін біз денсаулығымызды ұмытамыз, ол кезде бізге уже А әрпінің жанындағы ақша да маңызды болмайды. Понимаете? И 10 есе ақшаны шығарасыздар да сол үшін. Егер сондай мен сіздерді қорқытып курсын сатайын деп тұрған жоқпын. Просто логикаларыңызды қосып, ойланып көріңіздер. Осының бәрін тыңдаңыздар. Егер мен бір жерде дұрыс айтпай жатсам, айтыңыздар. Дұрыс айтып жатқан жоқсыз, сіз просто курсыңызды сатқыңыз келіп тұр деп айтыңыз.